Күйеуім Қаршыбеков Талғат 1981 жылғы Шардараның жігіті. Осы Алматыға келіп, қарапайым такси жүргізушісі болып жұмыс істеп жүрген. Енді сол 8 қаңтар күні үйден шығып кетті кеште. Қайда барам деп кетті? 7-ден кейін шығып кетті. Бірақ енді қайда баратынын білмеймін ғой, енді ол такси жүргізетін болғаннан кейін ол ондай қатты менде ойлаған жоқпын, ондай қатты өйтіп, ондай жағдайға ондай жағдай болады, өйтіп атып тастайды деп те ойлаған жоқпын, ойымда да жоқ. Бірақ енді террорист емес, басқа емес, қарапайым адам болғаннан кейін ондай жамандыққа бармайсың ғой енді. Сосын кетіп қалды сол күні, сосын түнде келмеді, отырдым, күтіп отырдым, түнімен әкелерді айтып, бір жұмыстармен жүрген шығар, енді тиіспейді ғой деп ойларым мен. Сосын таңертең көршілерімдің қолында да телефон жоқ еді, менің де қолымдағы телефон сода жүрген, 2 телефон сода еді. Сосын таңертең көршілерімнен звондасам күдік барады, алмайды. Сосын әпкем, мына жерде бір әпкем бар еді, сол әпкем звондаған екен, Майя деп. Сосын Майя емес, бұл полиция деп жауап тастаған екен бір күн алдын, сол 8 күні кеште. Не болған екен деп қайта звондай берген енді. Ол мен телефон күйімде еді ғой о кезде. Сосын көршіме звондаған, көршім азанмен келіп маған, Майя, сен әпкең звондап жатыр деп сүйдеді. Мен білген жоқпын о кезде де ол моргта екенін. Сосын мен ана қайныме звондадым, осындай Талғат жоқ, кеше шығып кеткен, бірақ жоқ дедім. Сонымен ол да айтты, осындай барған екен, звондаса, үйдегілер звондаса, әпшем звондаса деді. Талғат моргта деп қойып тастады бір кісілер деді. Сүйдеп айтыпты деді. Үйбай деп мен қорқып кеттім өзім, ойымда да ештеңе жоқ. Қой, мүмкін емес ондай болуы деп. Енді жүгіріп шапқылап жүрген адам ғой. Сосын ертесі күні, сол күні бұлар морг, үйін туысқан туғандары, осы Алматыда тұратын туысқан туғандары бар, енді моргке барған, іздеп. Таңертең барған, сөйтіп барса, тура сол болып тұрған ғой. Оқ қай жерден тиіпті? Оқ, мына өзіміздің Карьерная деген көшеден шығып баратқан кезінде машинаға атқан дейді, енді білмеймін, көрген жоқпын ғой, білген жоқпын. Машинадан атқан кезде ол оқ тимеген ұқсайды, машинадан түсіп, енді жан керек қой, енді машинаға оқ тигеннен кейін қашқан шығар. Қашқан топикке тақалған кезінде, забордың түбіне барған кезде атылған. Дәл мына арт жақтан, сол жағынан арттан атқан, алдына тесіліп ойылып шығып кеткен дейді. Сосын моргтен сөйтіп тазалап сөйтіп бер жіберген ғой, енді шығарған кезінде де көрдік енді. Тігіс алдында мынандай жерлер тігілген, басының артқы жағы да тігілген, ішек шабақтарын алып жіберген әйтеуір. Енді полициядар болмаса тағы құзырлы не деді? Не үшін атылды, аттық? Олай енді білмеймін ғой, енді олар сөйтіп айтты ғой, өздері тоқтамаған деді, бірдеңе деді. Мен точно мен де білмеймін ғой. Неге атқан, қайықтан білейін. Маған неге өйтіп топикке тақалып қалған кезінде атпасаңыздар болады ғой деп сұрадым да, айттым да, барғаннан кейін. Машинадан түсіп тұрып қашқан ғой, енді жан керек болып. Заборға өрмелеп баратқан шығар енді. Сөйтіп ойлаймын өзім. Сол кезінде атқан артынан алдына тесіп шыққан ғой. Бізге сондай приказ берілді деп сөйтіп айтты. Атпаса бізге сондай приказ берді, приказды орындауымыз керек деді. Бірақ сотрудник тергеуші айтты, бірақ біздің сотрудниктер атпаған оны деді. Онда кім атқан десем, солдаттар деді. Қазақстанның солдаттары ма, емаса шетелдің солдаттары ма десем, ол жағын мен білмеймін деді. Сосын машинада сол жаңағы департаменттік неде штрафстоянкеде тұрған екен. Сояққа апарып тастаған. Болды, 2 телефоны болды, 2 телефонында сояқта тұр, әлі тергеу 5 айға дейін созылады дейді. Осы Алматыда қанша уақыттан бері тұрасыздар? Алматыда мен енді 10 жылдан бері тұрамын, бірақ жолдасымен, бірақ та заңды некеден 2018 жылдан бастап заңды некеге тұрдым, бірақ оған дейін тұрған жоқ едім. Сосын балам туылына 18-де осы балам туылғаннан кейін некеден өттім, сосын ауылға барып пропискеден шықпайтайын, енді Қазақстан азаматтығын алайын деп пропискеден шығып қайтып келдім. Қайтып келгеннен кейін
шамалы уақыттан кейін миграционныйға бардым. Бір достым бар еді, сол достымның жаңағы үйінің документін алып бардым. Менің үйіме қоя қой мынаны прописканы, сөйтіп мен әйтеуір бір жәрдемім болсын деп маған үйіндегі документін беріп жіберді, оригиналын. Сосын мен миграционныйға барсам, ол сен ол үйде тұрмағаннан кейін пайдасы жоқ, болмайды. Сен сол үйде тұруың керек. Үйінің де несі жетпейді екен, квадрат метр деді ма, бірдеңесі жетпейді екен, сен ол үйге тіркей алмаймыз деді. Комиссия болады, тексереміз деп. Жарайды дедім, жаңа подружкама қайтарып бердім документін, сенікі болмайды екен, өзің тұруың керек екен сол жерде деп. Сосын келесі айында тағы бір қой, онда дедім, Талғат, біз бәріміз бір жерде тұруымыз керек екен, сондай квартира іздеп табайық дедім да. Келесі айында басқа жерге көштік, Шиелі 51 ма 49 ба ұмытып қалдым сол номерін. Сол жерге көштік. Ол жерге көшкеннен кейін хозяйкам айтты, жарайды деді. Мен саған бір жәрдемді берейін, менің арқамнан әйтеуір пропискаға тұр, ала қой документімді деп. Енді жақсы кісілер ғой оларда. Бірақ Талғатты сол үйге қойды пропискаға. Бірақ мені қойған жоқ. Мені ол жерге қабылдамады. Сол миграционныйға барғанда бір сары шашты бір әйел отырады екен. Бір 2 рет барғанымда да сөйтіп менімен дұрыстап хабарласқан жоқ. Бір қайта сұрай берсең, сұрай бердің, неге сұрай бересің деп ұрсып жібереді, хабарласпайды дұрыстап. Сол Малика тәте деген тәтеміз де куә әнекей. Екінші рет барған кезімде айтты, сен енді мынаны Қарақалпақстаннан барып, қайталдан медсправка алып қайтуың керек, бала-шағаңның бәрін ертіп баруың керек. Болмайды, сені мына үйге тіркей алмаймыз деп, мен сол үйге тіркемей қайтарып жіберді сол барған кезімде. Енді сол құжат сөйтіп жүргенде мына баламы арғы 2019 жыл сол баламды көтеріп, одан кейін оған босанамын деген шық, сомен 2 қабат босамда Қордайға барып, ай сайын Қордайдан өтіп жүрдім пропискеден. Сосын ол баламды босанғаннан кейін, бір айдан кейін енді жолға жарамаймын деп миграционныйға бердім да, тағы 1 айға создырып алдым. Бірақ сосын келесі айында қалып қойды сонымен. Ешқандай ешкім барсаң хабарласпайды, дұрыстап сөйлеспейді, миграционныйға барсаң. Білмеймін енді, мен ешқандай документ жасауымның мүмкіншілігі болған жоқ, ешқандай. Ақша сұрайды қай жерге барсам. Мен қазір 3 балам бар. Өзіңіздің аяғыңыз ауыр ғой? Аяғым ауыр 4-шісіне, иә. Өзіңіз ешқандай жұмыс келмес, қалай күн көріп жатсыздар? Мынау өздеріңіз үйлеріңіз ба, квартира ма, сол туралы толықтап айтып кетіңіз. Мен бұл жерде енді пәтер жалдап тұрамыз. Осы күйеуім кеше қайтыс болғаннан кейін хозяйкамыз енді 1 айға тегін тұра қой деп енді мәрттік жасады. Енді рахмет оғанда, Алла разы болсын. Енді мен қайта ол кісі де қайта бесплатный тұрғыза бермейді ғой енді. Мына келесі осы айым бар, ертең енді қолымдағы азырақ ақшам бар еді, оны 24 мың теңгем бар, енді 28 мың теңге бұл квартира. 4 мың теңге қосып төлеуім керек енді. Осы айға, ертең онына, күн ертеңге. Енді сол 24 мың теңгем қалып тұр, бұған 4 мың теңгесін қайдан алып берем, оның ол да маған уайым болып тұр. Бәрі қиынға соғып тұр маған енді. Күнделікті мынау тұрмыс керекті, бала-шағаңыз тамақ нелерін қалай бағып жатсыз? Енді алдында күйеуім бар кезінде сол жаңа жылда продуктын азырақ алып қойдық, енді сомен ептеп жатырмыз. Енді осы таусылса қалай күн көремін білмеймін, енді айта алмаймын ештеңе. Документім де жоқ оның үстіне. Барса я хабарласпайды ешкім. Ақша сұрайды қаяққа барсам. Мен не істеймін енді? Күйеуім болғанда хотя бы ақшамен болса да бітіріп алайын деп жүрген едім. Осы жазда кішкене машинаның ақшасын төлеп болғаннан кейін жазда сол ақшамен болса да бітіріп алайын документімді деп жүрген едім. Енді оған да күйеуім де жоқ енді, мен күнделікті жеп ішуім бар. Мыналар да енді жақсы тамақ жеп ішіп үйреніп қалған балалар, енді кішкентай. Қазір жоқ дегенге бұлар да түсінбейді. Мен не істеймін енді? Қаяққа барам? Кімге айтам? Себепсіз мен күйеуімді ата бермем. Ішім қан жылап отыр, арасын айтсам. Балаларым да күніге сұрайды папасын, папам қайда деп. Мен бұларға қаяқтан тауып берем. Енді туылатын балам қалай болады ол? Оған қалай айтам папасын? Мен соны жоғардағыларға айтқым келеді. Маған енді еш болмаса сол қандай жәрдем керек болса бәрін маған жәрдем берулеріңізді сұраймын енді. Мен документ жағынан да, мен қазір квартирада тұрамын, оны да төлей алмаймын мен енді. Қолымда 24 мың теңгем бар болды, басқа квартирам 28 мың теңге, үстіне 4 мың теңгені қаяқтан тауып берем мен? Садақа сұрайын ба, не істеймін мен?
қазір қатты қиын жағдайда қалып тұрмын, шыны керек. Маған жәрдем беріңіздер. Жоғарыда отырған құзырлы органдарынан, әкімшіліктен жәрдем сұраймын.